Құрметті көрермендер, мен сіздерді бүгін көзі көрмейтін адамдар қандай құрылғылармен пайдаланатын туралы мәлімет беруім келеді. Маған осы жылы мемлекет осындай құрылғы берді. Оның аты ElecGest DT-PP301 Keyfold Flash Player деп аталады. Бұл плеермен біз көрмейтін адамдар интернет радио тыңдауға болады, простой радио тыңдауға болады, банағы FM радиолар. Сосын бар диктофоны бар. Бұл құрылғының интернетке кіріп жаңалықтар оқуға болады, өзі оқиды банағы плеердің өзі. Сосын флешкеге жазылған аудио форматтағы MP3 кітаптар болсын, тағы да басқа бір файлдар болатын, соларды тыңдауға болады. Сосын барып интернеттен ауа райды білуге болады, сағат білуге болады. Бұл құрылғының өте көмегі көп. Осындай мынандай коробкада келді маған. Сосын бұның ішінде деген ашатын болсақ, плеердің өзі көрсетемін сіздерге толығымен. Сосын мынандай коробканың ішінде зарядкасы. Мындай зарядкасы бар, міне. Токпен де істейді, батарейкамен де істейді. Сосын мынау пакеттің ішіндегі USB шнуры, компьютерге тығатын. Мынандай USB шнуры бар. Обычный USB шнуры. Сосын мынау наушник, жібі. Жібін тағып қойуға болады, құлап кетпеу үшін жібі ұзын. Жібі үлкен оның. Бұл деген бізге мойынға тағып жүруге ыңғайлы да. Сосын наушнигі бар. Мынандай наушнигі бар. Флешкасы бар. Мынандай флешкасы бар. Мынандай флешкасы бар, 4 гигабайт дейді. Сосын плеерға келетін болсақ, плеердің өзі бұнда экраны жоқ. Көретіндер кейбір айтады, түсінбейді олар, неге экраны жоқ нәрсе деп. Ол бізге экран керек емес ешқандай. Өйткені ол көрмейтіндерге арналғасын сөйлейді. Бұл құрылғы сөйлейтін құрылғы. Мына флешка тығатын жері. Флешка тығып қойдым. Сосын компьютердің флешкасына тығуға да болады. Мына жерде USB тығатын жері. Оның сол жағында мынау зарядка тығатын жері. Сосын мына жағында мынау микрофон астындағысы, жоғарыдағысы наушник. Ол жалпы негізі өзіме қаратып қарайтын болсам, бұлай ұстаймыз. Флешка тығатын жері, сосын бана компьютер екі флешка тығатын жері жоғарыда тұру керек. Мына екі жанындағы екі жыры, ол бана жіп тағатын жер. Сосын бұлай көрсететін болсақ, алдында 10-ға жетер-жетпес кнопка бар. Бұл кнопкалардың барлығын қазір сіздерге айтып беремін. Мына кнопкаға келетін болсақ, қосатын кнопкасы. Мынау өшіретін кнопка. Сосын мына жағындағысы мынау функция, меню. Сосын мынау сағат білуге болады, және қай күн екенін білуге болады мына кнопкамен. Жоғарыдан келетін болсақ, мынау кнопка дауыс көбейтеді. Мынауысы дауыс азайтады. Мына жағындағысы мына переход, отмена переход дейді, ол мына аудио кітаптар тыңдағанда айналдыратын да. Сосын мына ортасында 4 стрелка сияқты, ол төмен, жоғары, оңға, солға. Сосын мына кнопканы бүйтіп қосатын болсақ, мен сіздерге көрсетейін, просто қалай сөйлейтінін. Пожалуйста, подождите. Пожалуйста, подождите деп айтты. Содан кейін жіберіп қаламыз.
осындай өзінің дыбысы бар. Қосылып жатыр деген белгі да, бізді көрмейтін болғасын осындай дыбыс шығады. Күте тұр деп тұр да бізге. Сосын бұл плеердің аты Electrest DTBP 301. Өзімізге арналған, бұна көрмейтіндерге арнай жасалған плеер. Бұл плеер российский, сондықтан качество жағы жақсы өте. Бұны бізге мемлекет тарапынан беріп жатқан плеер. Біз деген үйде бос отырмасын деп, осындай кітаптар тыңдасын деп, интернетте радио тыңдасын, жаңалықтар білсін деген мақсатта біздерге беріп жатыр. Әрине осындай құрылғы бергендеріне көп рахмет. Және болашақта да бұдан да жақсы басқа да құрылғылар беретін болады деп үміттенеміз. Өйткені осы жылдары, осы жылға дейін біздерге деген мұндай плеерді берген жоқ та. Өйткені сөйлемейтіндер болды да барлығы. Осыны берді, бірақ ол сөйлемейтін плеерлер болды. Экраны бар, мүгедек ол өз еркімен ешқашанда пайдалана алмайды, оны біреудің көмегі керек болады. Сосын біз өзіміз көрмейтіндер бар, тиісті жерлерге бар айтқаннан кейін осындай бізге көмектерін берді да. Банағы біздің сұранысымыз бойынша біздерге осындай құрылғылар беріп бастады. Ол өте жақсы. Әрине осы құрылғыларды алуымызға жұмыстаған адамдарға көп рахметімді айтамын. Өз басым және басқа мүгедектер де осыны алып қуанып жатыр. Өте жақсы құрылғы деп. Енді бұл сөйледі, сосын дауыс шығаратын мен шығарайын дауысын. Сосын естейсіздер. Мына. Режим интернет. Режим Daisy книги. Режим текстовые файлы. Мына документтер оқиды, док, PDF сияқты документтерде оқиды. Режим радиоприемник. Радиоприемник. Режим плеер. Плеер мына жесткий, жоғарыдағы екі флешканы оқитын менюі. Режим говорящие книги. Говорящие книги банағы. Daisy формат деген бар, ол бүткіл әлем бойынша жазылатын аудио кітап. Сол форматта жазылады, сонда оқиды. Режим интернет. Интернет. Бұна ішінде интернетке кіретін болса, онда дейтін жаңалықтар, ауа райы, сосын барып, интернет радиолар тыңдауға болады. Сосын диктофоны бар. Начало записи. 1, 2, 3, 4. Запись окончена. Внутренняя память. Папка для сохранения записи диктофона. Көрсетсе барлығын сөйлеп тұр. Сосын мен мысалы бана бұл диктофон сіздерге көрсеттім, оны мен тыңдау үшін режим плеерге алу керек. Режим говорящие книги. Режим интернет. Режим Daisy книги. Режим текстовые файлы. Режим радиоприемник. Режим плеер. Режим плеерға барам. Мына аяқ жағын басып кіреміз. Внутренняя память. Папка для сохранения записи диктофона. Файл номер 1. Міне өзі бана мен жазған немді тапты, көріп тұр. Сосын мен мына кнопканы басу арқылы қосам. Воспроизведение. 1, 2, 3, 4. Последний файл. Воспроизведение карты завершено. Стоп. Барлығын айтып тұр бізге. Өте ыңғайлы, күшті. Біз деген осындай құрылғылармен пайдаланамыз.